Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Әсем. Бүгін француз пирогы киш лоренді дайындаймыз. Пирогтың салмасын тауықпен немесе балықпен және әртүрлі көкөністермен де алмастырып жасауға болады. Пирогымыздың құрамы төменде жазылған. Ыдысқа ұнды саламыз. Оның үстінде бөлме температурасындағы сары майды саламыз. Осылай араластырып аламыз. Одан кейін үстіне тұз саламыз. Барлығын жақсылап ұн мен майды біріктіріп араластырып болғаннан кейін үстіне жұмыртқа саламыз. Және қатты салқын су құямыз. Су онша көп емес, 2-3 қасық жетеді. Осылай жұмсақ, қатты емес қамыр илейміз. Қамырымызды пергамент қағаз төселген қалыпқа бір тегіс етіп жайып салып шығамыз. Жарты сағатқа тоңазытқышқа қоямыз. Енді черри қызанақтарын осылай екіге бөліп турап аламыз. Черри қызанақтарының суы аз болғандықтан осы пирогқа қосқан өте жақсы. Және суға піскен тауығымызды ұсақтап турап аламыз. Туралған тауықтарымыздың барлығын бөлек ыдысқа салып аламыз. Және қызанақтарымызды да салып қоямыз. Енді сырымызды үккіштен өткізіп аламыз. Енді броклер капустасын бірнеше бөліктерге ыңғайлап кішірейтіп турап аламыз. Және алдын ала қайнап тұрған ыстық суға тұз салып 1 минутқа салып аламыз. Ыдысымызға 2 жұмыртқаны жарып саламыз. Және 20% клейгейімізді алып құямыз. Оның үстіне тұзымызды саламыз. Осылай барлығын жақсылап араластыра аламыз. Одан кейін үккіштен өткізген ірімшігіміздің жартысын салып араластырамыз. Ал жартысын үстіне себуге қалдырып қоямыз. Енді қамырымыздың үстіне салмасын саламыз. Туралған тауық етімізді саламыз. Одан кейін броклер капусталарын салып шығамыз. Егерде капустаңыз көп болса, ол ештеңе етпейді, керісінше дәмді болып шығады. Және оның үстіне черри қызанақтарымызды саламыз. Кішкенесін алып қаламыз. Сливки қосылған және жұмыртқа, ірімшік қосылған қоспамыздың үстін барлығын жақсылап құйып шығамыз. Бір тегіс қылып құйғаннан кейін үстіне қалған ірімшігімізді сеуіп шығамыз. 170 градуста 30-40 минут пісіріп аламыз. Немесе қызарғанша пісіреміз. Піскен соң 2 сағатқа суытып қоямыз. Кишіміз дайын. Кишіміздің қамыры өте үгіліп тұратын, өте нәзік, ауызда саса еріп тұрады. Ал ортасына салған клейгей мен ірімшік қоспасы тіпті ерекше. Осы тағамды сіздер бірінші тағамның қасына қосып берсеңіздер болады. Менің каналыма жазылып, маған лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Әсем. Келесі кездескенше күн жақсы.